Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте әдемі, үлпілдеп болып шығатын бисквит тортының жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Бірінші ақ уызын шайқап аламыз. Қантымыздың жартысын сары уызымызға салып, ал жартысын аздап ақ уызымызға сала отырып миксерлейміз. Ыдысымызды төңкереміз. Ақ уызымыз ешқандай да ақпайды. Ал енді сары уызымызды миксерлейміз ағарғанша. Ұнымызға қобыстқышты қосып араластырып аламыз. Енді осыған ақ уызымызды сала отырып, жоғарыдан төменге қарай силиконовый күрекпен немесе қасықпен араластыратын боламыз. Електен өткізе отырып, жайлап салып, қасықпен араластырамыз. Мінеке қараңыздар, қамырымыз осылай үлпілдек болуы тиіс. Енді формамызға саламыз. Біркелкі етіп алып, пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Пешті алдын ала 10 минуттай қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Тортымызға ағаш таяқшаны салып қараймыз. Ол құрғақ болуы тиіс. Мінекей, бисквитіміз дайын, өте дәмді, өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Тортты суығаннан кейін кескен дұрыс. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.